Жалбыз шипалы дәруменге бай, жұпар иісті ерінгүлдер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. Түсі көбіне жасыл, сарғылт, сұр және күлгін келеді. Кейде ақ не алқызыл түстерде кездеседі. Оның жапырақтары бір-біріне қарама-қарсы бағытта орналасады, ал сабағы тік келеді. Биіктігі 80-100 см. Жалбыз өсімдігінің гүлдейтін мерзімі маусым мен шілде айларының аралығы. Ежелден емдік қасиетімен белгілі шөптің жағымды ароматты хош иісі ерекше болып келеді екен. Жалбыздың Қазақстан аумағында шамамен 9-10 түрі кездеседі. Ол таулы жерлерде, өзен көлдердің жағасында, шабындықтар мен бақшаларда өседі екен. Әсіресе солтүстік қоңыржай ендікте көптеп таралған. Дегенмен заман ағымына орай қасиетті өсімдікті үйден өсіре беруге де әбден болады екен. Оны вегетативті жолмен тамырлатады екен. Жалбыз сонау ықылым заманынан ақ адамзаттың пайдасына жараған киелі шөп. Қазіргідей медицина дамымаған уақытта бұл өсімдік ата-бабамызды талай ауру сырқаудан аман сақтап қалған. Жалбыздың дәрілік пайдасы көшпенді тұрмыстан бөлек дамыған ғасырдың медицинасында да дәлелденген. Ол вирустық ауруларды жоюға таптырмас дәрі бола алады. Бәрінен бұрын асқазан, ұйқысыздық және іш ауруын бірден жазады екен. Тұнбасын ауыз улағанда, қызыл иек қабынғанда, тіс ауырғанда, баспада жоғарғы тыныс жолдары қабынған кездері қолданып, ауызды шаяды. Суық тиген уақытта сүтке қайнатып ішсе дереу емдейді екен. Жалбызды қолдану аясы өте кең тараған. Тамақ дайындауда, медицинада, косметика өндірісінде, ароматерапияда және басқа салаларда қолданылады. Жалбыздың керемет жағымды хош иісі бар екенін бәріміз білеміз. Ол сусындар мен тағамдардың дәмін толықтырып қана қоймай, адамның жүйке жүйесін тыныштандырады. Жалбыз өте көп мөлшерде эфир майлары, биологиялық белсенді заттар, глюкоза, майлар, каротин, минералды тұздар сияқты пайдалы компоненттерден тұрады. Бұл өсімдік С және П дәрумендеріне өте бай. Өздеріңіз білетіндей, жалбыз құрамында ментол көп мөлшерде кездеседі. Бұл элемент ауруды басатын қасиеттермен танымал. Сонымен қатар оның антисептикалық және спазмолитикалық әсері бар. Ментол жүрек бұлшықетінің жұмысын қалыпқа келтіретін короналық тамырлардың кеңеюіне ықпал етеді. Жалбызды тіс ауруы кезінде қолдану тиімді екен. Әрине, тыныс алу жолдарының аурулары мен бронхитті емдеуде осы халықтық әдістің пайдалы қасиеттерін бағаламау мүмкін емес. Бұл науқастың жөтелгендегі жағдайын едәуір жеңілдетеді, тамақ ауруын жояды, жұтынуды жеңілдетеді және қақырықты шығаруға ықпал етеді. Жалбыздың бас сақинасын емдеуде кеңінен қолданылатындығын бәрі біле бермейді. Шекеңізді жалбыздың кесілген жапырақтарымен сүрту жеткілікті, сонда ауырсыну басылады. Ал оның сергітетін жағымды хош иісі жүрек айнуды басады. Жалбыз майы ингаляцияға өте тиімді. Мұндай процедуралар суық тигенде тыныс алуды жеңілдетеді және емдеу үрдісін едәуір жеңілдетеді екен. Жалбыз жүрек қан тамырлары ауруларын емдеуге арналған көптеген кешенді дәрі-дәрмектердің бір бөлігі болып табылады. Асқазан ішек жолдары ауруларынан болатын тәбет жоғалу кезінде жалбыз қайнатпасы көп көмектеседі екен. Жалбыздың негізінде қайнатылған шайдың пайдалы қасиеттері көп екен. Ол керемет хош иіске ие және дәмі тіл үйіріп қана қоймайды, сонымен қатар күйзелісті басып, жүйке жүйесін тыныштандырады және ұйықтатуды жеңілдетеді екен. Халық арасында жалбыз ұнтағын бал орнына сары майға араластырып қабылдаса демікпе сырқатын жазып, тыныс алу жолдарын тазартады деген сенім бар. Сонымен қатар жалбыз булығып жөтелгенді тыйып, қарлыққан дауысты ашады. Егер тершең адам жалбыздың кепкен жапырағын ыстық суға бұқтырып демдеп жатар алдында жарты стақанын ішсе,
тершеңдігі басылады екен. Ал аяғының шуашы бар адамдар жалбыз тұнбасына 3 мезгіл аяғын жуып жүрсе, жағымсыз иістен арылады екен. Зерттеушілер жалбыздың хош иісті майы есте сақтау қабілетін жақсартады деген тұжырым жасайды. Басқа эфир майымен салыстырғанда бұл өсімдік жұмысқа жақсы көңіл бөлуге көмектеседі екен. Бұл тамаша сусынды ыстық және салқын күйінде іше аласыз. Емдік шайдың жағымды дәмі жүйкеңізді тынықтырып, көңіліңізді көтереді екен. Жалбыз шөбінің ел арасында дала, су, бұйра, кермек және бұрышты секілді түрлері кең танымалдыққа ие екен. Дәрілік препаратқа пайдаланатын түрін бұрышты жалбыз деп атайды екен. Жалбызды сондай-ақ косметологияда пайдаланады екен. Мәселен, таңертең бетті құбырдан аққан сумен шайғаннан гөрі жалбыздан әзірленген лосьонмен жуған әлде қайда пайдалырақ. Ваннаға жылы су толтырып, ішіне 5 ас қасық жалбызды 1 литр суға қайнатып қоссаңыз, шаршағаныңызды оңай басады екен. Жұпар аңқыған иісінен иіссулар жасайды. Кулинарияда қолданып сан түрлі ас дәмдер әзірлейді екен. Ароматерапия ретінде пайдаланып, эфир майларымен ауаны жағымды иіске толтырады екен. Ескертетін жайт, жалбыз қосылған шайды қан қысымы жоғары адамдарға және 6 жасқа толмаған балаларға ішуге болмайды. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.